Сәлем балақай. Бүгін біздер математика пәнінен 71-ші сабақ есептер шығаруға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде суреттен нені көріп тұрмыз? Атты адам және оның соңындағы бірнеше түйелерді көріп тұрмыз. Бұлар керуен деп аталынады. Ертеде адамдар сауда жасау үшін жолға түйемен шыққан. Яғни ол түйеге өздерінің заттарын тиейтін болған және оны керуен деп атаған. Енді осы бойынша есеп құрастыр дейді. Есеп құрастыр, сұлбасын сал, оны шығар деген. Бізге есептің қысқаша берілуі берілген және сұлбалары берілген. Қане осы бойынша есептерді шығарып көрейік. Бірінші керуенде 20 тонна зат бар, екінші керуенде 10 тонна. Бізге барлығы қанша дейді. Бұл жерге жазамыз бірінші керуендегі 20 тонна зат, екіншісінде 30 тонна. Келесі барлығы деп тұр, яғни біздер бұл екеуін бір-біріне қосамыз. 20-ға қосамыз 30-ды тең болады 50-ге. Келесі бұл жерде барлығын жазуымыз қажет. Бірінші керуенде 20 тонна, екінші керуенде 10 тонна. Сонда барлығы бұл жерде 30 тонна. Келесі кері есептер құрастыр және шығар. Астында осы бойынша есептер берілген. Бір керуенде белгісіз тонна, екінші керуенде 10 тонна, барлығы 30 тонна зат алынып келе жатыр. Барлығына 30 тонна жазамыз, екіншісіне 10 тонна жазамыз. Біздер бұл жердегіні анықтау үшін 30-дан 10-ды аламыз. Сонда 20 тонна. Келесі бұл жерге біздер жазамыз 30 тонна, өйткені барлығы 30 тонна бар. Келесі астында 10 тонна белгілі. Одан кейін 30-дан 10-ды азайтамыз 20. Келесі астында берілген бірінші керуенде 20 тонна, бұл да сол сияқты барлығы 30 тонна зат. Бұл жерде 20 тонна, барлығы 30 тонна. Енді екінші керуендегіні табу үшін біздер 30-дан азайтамыз 20-ны, сонда 10 тонна. Екінші керуендегі заттың салмағы 10 тонна. Бұл жерге біздер 30 деп жазамыз. Бұл жерде 20 тонна. Келесі екінші түйеде 10 тонна. 30-дан 20-ны азайттық. Келесі есепті шығар. Кері, өзара кері есептер құрастыр, олардың біреуін шығар дейді. Бірінші түйеге 40 килограмм. Бұл жерге біздер 40 деп жазамыз. Сызба бойынша шығарамыз, 40 килограмм. Ал екіншісінде 50 килограмм жүк артылған. Енді бізде сұрап тұр, екі түйеге барлығы неше килограмм жүк артылды. Бұны біздер білу үшін 40 пен 50-ді бір-біріне қосамыз. Сонда 90 болады. Немесе бұл жерге 40, бұл жерге 50. Барлығын табу үшін екеуін қосамыз. 90. Келесі кері есеп құрастырамыз. Екі түйеде барлығы 90 килограмм жүк болды. Бірінші түйеде 40 килограмм, екінші түйеде белгісіз. Бұны табу үшін біздер 90-нан 40-ды азайтамыз. Сонда бұл жерде 50 килограмм. Бұл жерге 90-ды жазамыз, өйткені барлығы екі түйеде 90 килограмм. Мұнда 40 килограммды жазамыз. Және 90-нан 40-ды азайтамыз 50. Келесі тапсырма. Суреттер бойынша есептер құрастыр. Бұл жерде атты адам біреу. Оларға келіп 3 атты адам қосылды. Сонда барлығы бұл жерде 4 атты адам болды. 4 атты адам кетті, 1 атты адам
қалды 3-еуі. Келесі сиқырлы санды тап. 3 бірдей түйенің қосындысы 90-ға тең. Сонда бір түйе 30. Бір түйеге 30 сан жасырылған. Келесі, егер мына түйе 30 болатын болса, барлығы 50-ге тең болатын болса, біздер алдымен 50-ден 30-ды азайтамыз. 20 және 2 бірдей сиыр тұр, иә. 2 бірдей санның қосындысынан тұратын. 22 10-ның қосындысынан тұрады. Сонда бір сиырда жасырылған сан бұл 10. Түйе 30-ға тең, сиыр 10-ға тең. Келесі, бұл жерде 3 бірдей санды қоссақ 30, яғни бір ат 10-ға тең. Келесі, бұл 10-ға тең болатын болса, 20-дан 10-ды азайтамыз. 10, 2 бірдей 5 сандарының қосындысынан тұрады. Келесі, бұл жерде ат 10-ға тең, таға 5-ке тең. Сонымен бүгінгі 71-ші сабақта берілген тапсырмалар аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.